Қазақстанның салық жүйесі сервистік модельге көшеді. Бұл туралы Астанада өткен салық төлеушілер қауымдастығының отырысында айтылды. Онда жаңа салық кодексінің тетіктері таныстырылды. Мемлекеттік кірістер комитеті қағазбастылықтан бас тартып, жасанды интеллектке көшуге ниетті. Қазірдің өзінде қашықтан қызмет көрсету бағытына басымдық берілген. Яғни енді қате жіберілген жағдайда жүйе алдымен хабарлама жіберіп, оны түзетуге мүмкіндік береді. Тексерулер соңғы шара ретінде ғана қолданылмақ. Шағын бизнес үшін талаптар жеңілдетілді. Табыс шегі 2,5 миллиард теңгеге дейін ұлғайтылып, қызметкерлер санына қойылатын шектеулер алынып тасталды. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға ерекше назар аударылды. Для самозанятых Өзін-өз жұмыспен қамтығандар үшін біз салықты алып тастадық. Өзіне жұмыс істейтін азаматтар ұғымын енгіздік. Бұған такси жүргізушілер және басқалар жатады. Салық жоқ, тек 4% әлеуметтік төлемдер бар. Бұл олардың денсаулығына, зейнетақы жинақтарына қатысты. Сонымен қатар, IT инфрақұрылым толық жаңғыртылады. Ондаған дерек көзден мәліметтерді талдайтын Smart Data Finance цифрлық профилінің арқасында тексерулер нүктелік сипатқа ие болады. Салық органдарының айтуынша, адал бизнес артық қысымды сезінбейді. Қазір біз салық бағыты бойынша интеграцияланған салықтық әкімшілендіру жүйесін енгізіп жатырмыз. Енгізу кезеңінде туындайтын техникалық қиындықтарды жедел шешуге тырысамыз және сервистерді жетілдіреміз. Жаңа кодекс мемлекет пен бизнес арасында ашық қарым-қатынастың негізіне айналмақ. Сарапшылардың пікірінше, салық қызметінің интеллектуалды трансформациясы алдағы жылдары көлеңкелі экономиканың үлесін айтарлықтай азайтады. Бекболат Сатуов, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.